Бүгін біз қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай қайтадан жаңартудан өткен Ахмет Байтұрсынұлының музейінде қонақтамыз. Бізге жас ұрпақ үшін Қазақстан Республикасының киелі нысандар қатарына кірген музей үйін өз көзімізбен көру үлкен мақтаныш. Сонымен қатар, кешегі өткен сайлауда жеңіске жеткен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі музейге келіп, ұлт ұстазының ғибратты ғұмыры өскелең ұрпақ үшін әрдайым өнеге деп айтқан болатын. Жаңартылған музей үй 3 экспозициялық және 1 дәріс залынан тұрады. Қазіргі уақытта музейде ғалымның өмірі мен шығармашылығы туралы 500-ге жуық экспонат жинақталған. Бұл мемлекеттік архивтен алынған түпнұсқа құжаттар, жеке және ұжымдық фотосуреттер. Музей заманауи технологиялармен жабдықталып, жаңа мазмұнмен толтырылса да, сол өткен кезеңдерден елес беріп, өз тарихи көркін сақтап қалды. Музей жанындағы саябақта бой көтерген Ахмет атамыздың асқақ, еңселі ескерткіші ерекше рух береді. Мүсін авторлары ұлы тұлға образын жасамас бұрын көп ізденісте болғандарын атап өтті. Мүсінге келсек, мүсіннің Ахмет Байтұрсынұлы мүсіні ескерткіші биіктігі, жалпы биіктігі 5 метр. Қоладан жасалған мүсіннің биіктігі 3,5 метр, тұғыры 1,5 метр құрайды. Мүсін өзі қоладан жасалған, асты тұғыры граниттен жасалған. Жалпы қанша уақыт кетті десеңіздер, осы жұмыс жасауға 2 айдан асты. 2 айдың ішінде осы жұмысты түгелімен орнатып бердік. Музей халықтың тарихи танымының шежіресі, түрлі оқиғалар мен кезеңдердің, ұмытуға болмайтын сәттердің куәгері. Бүгінде бұл қасиетті нысан алматылықтардың және қала қонақтарының келу орталығына айналды.